Бай мен кемпір алдар көсен қуып жібереді. Сосын алдар олардың ешкісімен келісіп, екеуі қара жынға айналып кетеді. Егер түсінбесең, видеоның соңына дейін көр. Ең бірінші қара жын бөлмені мазмұндап кетейін. Мультфильм басында бізге алдар көсе туралы айта бастайды. Және де ол ел арасында танылып танымал екенін айтады. Және де жер көріп, ел көріп қыдырып жүреді. Бір орында тұрмайды. Сосын сөйтіп келе жатқан кезде ол шаршап шалдығып келе жатады. Сол кезде бір киіз үйді көреді. Сол кезде қатты қуанып кетіп, осы жерде қонып алайын. Сосын оларға әңгімемді айтып, демалып алайын дейді. Сосын мыналар бай мен кемпір тұрады екен. Және де олардың бір ешкілері бар. Ол ешкіні ұнатпай, олар бір теуіп қуып жүреді. Сол кезде алдар көсе ассалаумағалейкум деп, осы жерде қонып алсам бола ма, мен құдай қонақпын дейді. Сол кезде әлгі кемпір мен бай алдар көсені сен жын шайтан шығарсың, бар кет бар деп оларды жамандап алдар көсені қуып жібереді. Сосын алдар көсе көңілсіз отырып әлгі ешкінің қасына келеді. Сол кезде иелерін жаман ба деп ешкіден сұрайды. Сол кезде ойланып атып, мынау бай мен кемпір шынымен жын шайтаннан қорқа ма деп таңғалып тұрады. Сосын ол ешкінің басына тыкваны кигізіп, ана жерге мінгізіп секіріп қалады. Сол кезде ешкі секіріп барып киіз үйдің ішіне кіреді. Сол кезде бай мен кемпір шошып кетіп, мынау жын шайтан деп ойлап қалады. Содан қорқып атып шығады да далада алдар көсені көреді. Алдар көсе не болды деп сұраған кезде алдар көсеге үйімізге жын шайтан кіріп кетті дейді. Сол кезде алдар көсе қорықпаңыздар, мен жын шайтанды қуатын адаммын, сіздердің жолдарыңыз болды деп айтады. Сосын бай мен кемпір саған көп байлығымызды береміз, өтінем анау шайтанды үйімізден қуып жіберші дейді. Және де алдар көсе оны қууға барады. Сосын алдар көсе жарайды дейді да барып киіз үйдің қасына жақындап қалған кезде бұрылып, тыныш отырыңдар, мен көмекке шақырсам да келмеңдер дейді. Сол кезде алдар көсе есікті жауып кіріп алады. Сосын ананың ішінде ешкі мен алдар көсе екеуі айғайлап ана үйдің бытышын шығарып жатады. Ал даладағы мынау екеуі болса алдар көсені жын шайтанды қуып жатыр деп уайымдап отырады. Сосын алдар көсе мен ешкінің мүлдем дауыстары шықпай қалады. Сол кезде мынау екеуі уайымдап енді ғана кірейін деп келе жатқан кезде алдар көсе атып шығып әлгі ешкінің үстіне мініп алады. Және де біртүрлі дыбыстар шығара бастайды. Сосын олар алдар көсе мен жын шайтаннан қашып уайымдап жылап келе жатады. Және де қатты айғайлайды. Сосын сөйтіп келе жатқан кезде бір шұңқырдың ішіне кіріп кетеді. Алдар көсе мен ешкі болса ар жаққа қарай секіріп кетеді. Сосын алдар көсе келіп, қорықпаңдар, жүріңдер үйге барайық, мен жын шайтанды қудым дейді. Сосын олар үйге шай ішуге келген кезде әлгі кемпір мен бай дірілдеп отырады. Сосын алдар көсе әңгімеде бүйтіп айтып қалады. Жаңағы уәде еткен сыйлықтарыңды беріңдер дейді. Және де мені үйге жіберіңдер дейді. Сосын алдар көсеге өзінің байлығын әлгі арбаға салып беріп отырады. Және де алдар көсе көп рахметін айтып шығарып тастайды. Және де алдар көсе кетіп бара жатқан кезде артынан оны жақсы мақтап жатады. Сол кезде арттарынан бір дауыс естиді. Бұрылып қалған кезде кешегі жын шайтан тұр. Сосын олар енді қорқып жатқан кезде оның басындағы маскасы түсіп қалып, әлгі олардың ешкісі екенін біліп қояды. Сосын олар ашуланып әлгі текені ұстап алуға тырысады. Осымен бітті. Бай мен кемпір жын шайтаннан қорыққаны бекерден бекер емес. Жас кездерінде олардың тойына белгісіз адам келіп, дәу жынға айналып кетіп, оларды қарғап кетеді. Және олар мәңгілік жалғыз өмір сүресіңдер, бірде-бір адам көрмесіңдер дейді. Содан кейін тойындағы адамдар қашып, олар бай мен кемпір екеуі мәңгілік жалғыз қалады. Сосын қанша уақыт өткен соң олар алдарды көреді. Алдарды жын деп ойлап қуып жүреді. Жаңағы мультиктағыдай. Ал алдар айтқаннан қайтпай, оларды алдап, тонап кетеді. Сонда олар бірде-бір адам көрмесе, ендеше алдар көсені жын жүрген. Алдар көсе мен ешкі қосылып қара жынға айналып кеткен. Баяғыда алдар көсе кедей халықты байлардың алдауынан құтқарамын деп дала кезіп жүретін. Бірақ бір күні ол бір жынның қақпанына түседі. Ол жын ешкі болып шығады. Әлгі бай мен кемпірдің ешкісі. Ей алдар, сен шындық пен әділдік іздеп шаршадың. Енді өзің де алданасың, сен де үлкен алаяқты өзіңе үйретемін дейді. Алдар көсе ақыры бұл үннен жынданып, ешкімен тілдесе бастайды. Сол түндері ешкі мен алдар бірігіп, бір жын кейпіне кіре бастайды. Бай мен кемпірдің ешкісі шайтан. Алдар келмей тұрып, ол жай өмірмен бай мен кемпірмен өмір сүрген. Алдар келгеннен кейін ол шынымен жынға айнала бастайды. Себебі алдардың қандай қу, мықты екенін сезеді. Оның сондай екеніне суретінен көруге болады. Енді мынау ешкінің нағыз шайтан екеніне анық теория. Мынау ешкі алдар көсе секіртіп жүрген кезде киіз үйге кіріп кетеді. Және де тұрып жүреді. Ал бұған дейін мынау ешкі жай ғана 4 аяқпен жүрген. Сонда ол ешкі алдар көсенің әсерімен жын шайтанға айналып кеткен.